Баршаңызға сәлем, сіздермен Ұлданай. Бүгін сіздермен тез әрі оңай жасалатын торт жасайтын боламыз. Бұл тортқа ешқандай миксердің де, пешкінің де қажеті жоқ. Барлығы тез жасалынатын болады. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Менің басқа да видеоларымды көріп, ұнап жатса, жасап көріңіздер. Бұл торттың корждарын газда баяу отта пісіретін боламыз табада. Жұмсақ әрі тез, бұны холодильникке қойып жатудың қажет жоқ. Бірден дайын болып, бірден кесіп жей берсеңіз болады. Кремін заварной крем және ең тез жасалынатын сгущенка мен майды қолдансаңыз болады. Ал енді жұмысымызға кірісейік. Бізге керегі жұмыртқа 3 штук, сгущенка керек 1 банка, одан кейін разрыхитель керек, жарты чайная ложка, сода керек, жарты чайная ложка. Одан кейін дәміне иісі әдемі болып шығу үшін мен аздап ванилин қостым. Міне осындай ыдысымызды алып, іші құрғақ болуы керек міндетті түрде. Сгущенкамызды құямыз ыдысымызға. Үстіне жұмыртқамызды жарып қосатын боламыз. Мен 3 жұмыртқа қостым. Кішкентай болғандықтан жұмыртқам. Сіздің жұмыртқаңыз үлкен болса, 2 жетеді. Осылай жұмыртқамызды сгущенкамыздың үстіне салып, міне қозғайтын боламыз, жақсылап араласқанша біркелкі. Миксеріңіз болса, миксермен істесеңіз болады. Миксерсізде осылай венчикпен істегенде ыңғайлы болады. Міне ұнымыз қанша керек болса, сонша қолданасыз. Қатты қою болмау керек тестамыз. Керекті ұнымыздың үстіне ванилин жарты чайная ложка және разрыхитель қостым. Сода қостым, ас содасын аздап. Міне осылай ұнымызға, елегімізге осылай араластырып 3 бөліп салатын боламыз. Ұнды міндетті түрде осылай електен өткізіп қоссаңыз жақсы болады. Біркелкі масса жасауымыз керек осылай араластырып. Осылай майымызды жағып, үстіне бір шөміш массамызды құйып, осылай жаятын боламыз дөңгелекшелеп. Бетіне осылай шариктер шыққан кезде астыңғы жағы пісті деген сөз. Жаймендеп көріп тексеріп аламыз да, келесі бетіне аударатын боламыз. Міне қып-қызыл болып осылай пісуі керек. Екінші жағында көретін боламыз. Қызар піскен болса, алып келесін дәл осылай пісіре береміз. Міне піскен коржымызды айналасын шет-шетін кесіп алатын боламыз. Түп-түзу болу үшін. Ал енді креміне келетін болсақ, мен осындай сгущенка менен сары майды қолдандым. Көз мөлшерменен осылай 100-150 грамм майды алып миксерледім. Себебі менің майым холодильниктен жаңа шыққан, қаттырақ болды. Егер сіздің майыңыз еріп тұрған болса, алдын ала алып шығарып қойып, онда венчикпенен араластыруыңызға болады. Үстіне сгущенкамызды құйып, жақсылап миксерлеп аламыз. Май менен сгущенка бір-біріне сіңуі керек. Міне дәл осылай. Міне шыққан креміміз. Енді осы кремді силиконовый күрекшемізбен 1 немесе 2 ложкадан алып, әр коржымызға жағып шығатын боламыз. Менде корж 6 штук шықты. Негізі 7 немесе 8 шығу керек. Менің кішкентай балам жейм деп біразын жеп тастады.
өте биік, әдемі көрінетін торт болып шығады, егер сізде 7-8 корж болса. Міне бірінің үстіне бірін салып, дәл осылай кремімізді жағып, әдемілеп жағатын боламыз. Оформлениясын өз қалауыңызша жасасаңыз болады. Бұл тортты сіңдірудің қажеті жоқ. Міне мен жан-жағына үстіне себуге печеньяны алдым. Печеньяны үгітіп, оқтауменен. Қазір лопатамызбен жан-жағына жабыстырып шығатын боламыз. Үстіне де біргелік етіп. Апельсин, мандарин, алма, лимон, құлпынай, малина болса, тіпті керемет болады. Үйіңізде қандай фрукты бар, сондаймен әсемдесеңіз болады. Немесе өз қалауыңызша. Осылай печеньемен ғана сеуіп қойсаңыз болады. Медовый торт сияқты болып шығатын болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, видеоларымды соңына дейін қарап, ұнап жатса лайк жазып, комментария жазып, любілеріңізді аямай, белсенді болып отырыңыздар. Алмалар жұқа-жұқа етіп, арасына 2-3 сондай лимон немесе апельсин бөліп майдалап қойсаңыздар болады. Ортасына мен анар, яғни гранатаны қостым. Қып-қызыл әдемі түс беріп тұрады тортымызға. Сізде жасап көріңіз міндетті түрде. Ұнайды деген сенімдемін сізге де. Ас болсын, таңғы асқа, түскі асқа берсеңіз өте дәмді чайменен ішкенге. Бірден жиілініп кететін